Құрметті ата-аналар, қазір міне Алматы қаласында орналасқан 55-71 әскери бөлімінің 2020 жылғы сарбаздарының әскери ант қабылдау рәсімі басталуда. Қазір жеке құрам барлығы уже дайындықта тұрмыз. Баршаларыңызға бүгінгі мынау алғаш рет болып атқан онлайн режимде орналасқан әскери антымызды көріп, тамашалап, ұлдарыңызды сүйсініп, қарауларыңызды сұраймын. Және де айта кететін жағдай, дәл осы видеолардың барлығының сақталған түйінде жазбасы, мына біздің кеше жіберген афишаның ішіндегі YouTube каналы бар, 55-71 әскери бөлім деген. Сол YouTube каналдың ішінде ертең қайтадан көрулеріңізге болады. Қазір мынау әскери ант басталу рәсімі сәл бір 5 минуттай кеште бастадық. Суасына тікті! Назар ортаға! Айта кететін жай, осы Алматы қаласында 55-71 әскери бөліміне келген балаларымыз дәл қазіргі уақытта сапта тұрып, мынау әскери бөліміміздің жауынгерлік туын қарап тұр.
Ергі тұр. Құрметті офицер мырзалар, сержанттар мен сарбаздар. Бүгін біз сіздермен әскери бөлім тарихында тағы бір жарқын оқиғаны куәгері анықталғалы отырмыз. Оған себеп отан алдында азаматтық борышын өтеуге келген ер жігіттердің әскери ант қабылдау күні. Салтанатты сәтте жас ұландар туған жеріне адал қызмет етуге, өзіне жүктелген міндеттерді ұмытпай орындауға серт бермек. Қазақстан Республикасы президентінің қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің басқа әскерлермен әскери құрамдарының жалпы әскери жарлығына сәйкес біздің мемлекетіміздің әрбір азаматы ұлттық ұлан қатарына қабылданар алдында әскери ант қабылдайды. Бұл әскерде қызмет етудің мемлекеттік маңыздылығын ерекшелендіретін құқықтық және моральды саяси акті. Господа офицеры, сержанты и солдаты, сегодня в истории нашей части еще одна знаменательная дата. День принятия военной присяги молодым пополнением призыва 1-2020. Статья 36 Конституции Республики гласит: защита Республики Казахстан является священным долгом и обязанностью каждого его гражданина. Военная присяга – это основной и нерушимый закон воинской жизни. В ней отражены высокие благородные идеалы по защите нашего Отечества. Каждый военнослужащий, принимая ее, берет на себя обязанности, исполнение которых составляет смысл и цель прохождения военной службы. В присяге сочетаются требования государства, патриотические убеждения и личные моральные обязательства военнослужащих, и готовность добросовестно и честно выполнять свой конституционный долг. Смысл присяги – это священная клятва на верность народу Казахстана, его законно избранному президенту, правовое и нравственное обязательство защищать честь, свободу и независимость нашего Казахстана. День принятия военной присяги – необычное и не рядовое событие в жизни каждого подразделения. Военная присяга станет для каждого из вас тем самым важным нравственным и моральным ориентиром, который вы пронесете через всю свою армейскую жизнь. Тутобе! Ортаға! Адам! Бас! Оқу пункті бастығы ант қабылдау рәсіміне кіріс. Оқу пунктінің бастығы қазір жеке құрамында ант қабылдауға бұйырады. Рота командирлері мен взвод командирлері ант қабылдау рәсіміне кіріс! Қайырлы күн, құрметті ата-аналар және көрермендер. 2020 жылдың 11 маусымында оңтүстік өңірлік қолбасшылығының 55-71 әскери бөлімінің оқу пункттегі жас сарбаздардың отан алдындағы әскери ант қабылдауын көріп отырсыздар.
Қазақстан Республикасының Конституциясының 36 тармағында жазылған Қазақстан Республикасын қорғау оның әрбір азаматының қасиетті парызы және міндеті. Жас сарбаздарымыз Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің қатарына кіре отырып әскери ант қабылдауда. Сіздердің назарларыңызға бірінші оқу ротасының бірінші оқу взводы, 37 сарбазы, взвод командирі аға лейтенант Қазбек Елдес, взвод сержанты аға сержант Алиакбаров Хамиджан, бөлімше командирлері сержант Сұлтанов, сержант Момонқұлов, ефрейтор Айтуған. Бір ай көлемінде сарбаздар оқу жаттығуында саптық дайындық, атыс дайындығы, жауынгерлік дайындық сабақтарын өткен болатын. Бүгін сарбаздар үшін айтулы күн. Сарбаздарымыз әскери ант қабылдауға сақадай сай тұр. Сарбаздарымыз әскери ант қабылдауға дайындықтары өте жоғары деңгейде өтті. Взвод командирі және бөлімше командирлері аянбай тер төкті. Сарбаздардың әскери ант қабылдау рәсімі өте жоғары деңгейде өткізілуде. Әскери ант әскери қызметке алынған азаматтың салтанатты түрде қабылдайтын анты. Әскери ант қабылдау жылдан жылға сақталып келе жатқан салтанатты дәстүр. Оның қазіргі заманғы мағынасы мен мәні мемлекет қарулы күштерінің түпкі мақсат мүддесін, халық пен әскердің тарихи және ұлттық дәстүрлерінің сипатын көрсетеді. Әскери ант қабылдау маңызды құқықтық және саяси тәрбиелік шара. Әскери ант мәтінін Қазақстан Республикасы президенті қарулы күштерінің жоғары бас қолбасшысы 1995 жылы 25 тамызда жарлығымен бекіткен. В этот день, 11 июля 2020 года, в истории нашей части еще одна знаменательная дата. День принятия военной присяги молодым пополнением призыва 1/2020 года. Статья 36 Конституции Республики Казахстан гласит, что защита Республики Казахстан является священным долгом и обязанностью каждого ее гражданина. Личный состав первого взвода, первого учебной роты принимает военную присягу. Командир взвода, старший лейтенант Казбек, сержант взвода, старший сержант Алиакбаров, командиры отделений, сержант Султанов, сержант Момунқулов, ефрейтор Айтуған. Молодые солдаты принимают присягу на верность своей родине. Они прошли нелегкий путь, изучая военное дело, получив знания и умения в строевой и огневой подготовке. Но, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Молодые солдаты показали блестящие знания и умения по боевой подготовке. Родители ими могут гордиться. Личный состав первого учебного взвода с высоко поднятой головой вступят в ряды военнослужащих воинской части 5571 регионального командования оңтүстік Национальной гвардии Республики Казахстан. Военная присяга – это основной и нерушимый закон воинской жизни. В ней отражены высокие и благородные идеалы по защите нашего Отечества. Каждый военнослужащий, принимая ее, берет на себя обязанности, исполнение которых составляет смысл и цель прохождения военной службы. В присяге сочетаются требования государства, патриотические убеждения и личные моральные обязательства военнослужащих, их готовность добросовестно и честно выполнять свой конституционный долг. Смысл присяги – это священная клятва на верность народу Казахстана, ее законно избранному президенту, правовое и нравственное обязательство защищать честь, свободу и независимость Отечества. Қазақстан Республикасына қызмет етем. Көп болады. Қатардағы бап жүк.
Ескербаев askeri at қабылдау үшін Сапарәлі Балтчик askeri at қабылдау үшін маған кел. Аға лейтенант Мырза, қатардағы Сапарәлі ант қабылдауға келіп тұр. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Сапарәлі Қанат Шалқарұлы қарулы күштер қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Және Қазақстан халқы мен оның заңды сайланған президентіне ақтық темім қалғанша адал болуға, өз мемлекеттің конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Қазақстан Республикасында қызмет етемін. Болат. Қатардағы Ескербаев, Наимов, askeri at қабылдау үшін маған кел. Болат. Аға лейтенант Мырза, қатардағы Ескербаев, askeri at қабылдауға келіп тұр. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Ескербаев Руслан Өсербайұлы қарулы күштердің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Және Қазақстан халқы мен оның сайланған президентіне ақтық темім қалғанша адал болуға, өзімнің егемендігім мен мемлекеттің конституциясын заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Көп болады. Қатардағы Әділханов, Мұратханұлы, askeri at қабылдау үшін маған кел. Аға лейтенант Мырза, қатардағы Әділханов ант қабылдауға келіп тұр. Мен Қазақстан Республикасы азаматы Әділхан Нұрсұлтанов Әмірбекұлы қарулы күштердің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Және Қазақстан халқы мен оның заңды сайланған президентіне ақтық темім қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекетімді конституциясы мен заңды қасиетін сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Маған кел. Аға Мырза, қатардағы Марат Аққауға келіп тұр. Мен Қазақстан Республикасы Марат Аққауға қарулы күштердің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Мен өз отаным тәуелсіз Қазақстан мемлекет президенттерінің ержүрек әрі батыл қорғаушысы болуға ант етемін. Егер мен өз қабылдаған askeri антты бұзсам, онда Қазақстан Республикасы заңдарында белгіленген қатаң жазаны кешуге әзірмін. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Қатардағы Атарқұл, Омар, askeri at қабылдау үшін маған кел. Құп болады. Егемендік мемлекеттің конституциясының
заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты өткөрүүгө жүктелген міндеттерин әскери жақтарымыз және командирлер бастықтарының бұйрығын бұлттай орындауға әскери ант етемін. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Амангелдиев. Қатардағы Адел. Әскери ат қабылдаушы Амангел. Господин старший лейтенант, рядовой Амангелдиев требовал для принятия присяги. Я, гражданин Республики Казахстан, отдел вступаю в ряды вооруженных сил, принимаю присягу и торжественно клянусь до последнего дыхания быть преданным народу Казахстана и его законно избранному президенту свято соблюдать Конституцию и законы моего суверенного государства. Я клянусь быть мужественным. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Қазақстан Республика қызмет етемін. Көп болады. Қатардағы Бурсугуров, Петров, әскери ат қабылдаушы Амангел. Көп болады. Господин старший лейтенант, рядовой Петров для принятия военной присяги прибыл. Қарулы күштер қатарына кіре отырып, ант қабылдаймын және Қазақстан халқы мен оның заң сайлаған президентіне ақ дейін қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекеттің конституциясының заңдарына қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Служу Республика Казахстан. Құп болады. Қатардағы Хабибов, Нұрғазин, әскери ат қабылдаушы Амангел. Господин старший лейтенант, рядовой Нургазин для принятия присяги прибыл. Вооруженных сил принимал присягу и торжественно клянусь до последнего дыхания быть преданным народу Казахстана и его законам избранного президента, свято соблюдать Конституцию и законы моего суверенного государства. Если я нарушим принцип... Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Вот. Қатардағы Зыкрин, Ямщиков, әскери ат қабылдаушы Амангел. Аға лейтенант мырза, қатардағы Зыкрин, әскери ант қабылдаушы серті. Старший лейтенант рядовой Ямщиков прибыл к принятию присяги. Зыкрин Расул Әміржанұлы қарулы күштердің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын және Қазақстан халқы мен оның заңды сайланған президентіне ақтық демім қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекеттің конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Республика Казахстан. Құп болады. Қатардағы Жұмабек, Қатар Арымжан, әскери ат қабылдаушы Амангел. Құп болады. Аға лейтенант мырза, қатардағы Жұмабек әскери ат қабылдауға келіп тұр. Республикасының азаматы Жұмабек Алмаз Жандосұлы қарулы күштердің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын
және Қазақстан халқы мен оның заң сайланған президентіне ақтық темім қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекеттің конституциясының заңдарын Қазақстан Республикасына қызмет етем. Қазақстан Республикасына қызмет етем. Құтты болады. Аға лейтенант мырза, қатардағы айтылған қабылдауға келіп тұр. Қарулы күштер қатарына кіре тұрып, Қарулы күштердің қатарына ант етем. қабылдауға және Қазақстан халқы мен оның заңдарына Және Қазақстан халқы мен оның заңды сайланған президентіне ақтық темім қалған. Қазақстан Республикасына қызмет етем. Қатардағы Әділхан, Левлер, әскери ат қабылдаушы маған кел. Аға лейтенант мырза, қатардағы Левлер, ат қабылдаушы әскери ат қабылдаушы келіп тұр. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Әділхан Жандарбек Асқажанұлы қарулы күштер қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Қазақстан халқына заңды президенті ақтық темім қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекеттің конституция заңдарын қастерлеп сақтауға ант етемін. Өзімнің егемен мемлекеттің орысша оқымайсың енді. Қазақстан Республикасына қызмет етем. Әскери ат қабылдаушы маған кел. Төленов, әскери ат қабылдаушы маған кел. Аға лейтенант мырза, қатардағы бетан ант қабылдау үшін келіп Аға тұр. лейтенант мырза, қатардағы Төленов ант қабылдауға келіп тұр. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Бетан Нұрманбайұлы қарулы күштер қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Және Қазақстан халқы мен оның заңды сайланған президентіне ақтық темім қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекеттің конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Мен өзім Қазақстан мемлекеттік мүдденің ержүрек әрі батыр қорғаушысы болуға ант етемін. Егер мен өзім қабылдаған әскери антты бұзсам, Соңында шығарамыз. Біреуін полностью түсірек деген ғой. Максимум. Будет запол. Нет, найдем другого. Ставим все. Қазақстан Республикасына қызмет етем. Қазақстан Республикасына қызмет етем. Көп болады. Қатарда Винкуй. Әскери ат қабылдаушы маған кел. Господин старший лейтенант, давай Викуй до принятия военной тяги прибыл. Я гражданин Республики Казахстан Викуй Алексей Алексеевич, вступая в ряды Әскери ант жауынгерлердің отанына, халқына, президентіне, өзінің әскери борышына адалдығын білдіретін серті. Құрметті жас сарбаздар, сіздерді ант қабылдау мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Көк байрағымыз көкте қалықтай берсін. Ата-аналар және көрермендер, сіздерді де балаларыңыздың әскери ант қабылдауымен құттықтаймыз. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар. Уважаемые молодые солдаты, от чистого сердца поздравляем вас с принятием военной присяги. Пусть в нашей стране царит дружба и согласие. Родители, поздравляю ваших детей с принятием военной присяги. Всем удачи, до скорых встреч. Екінші оқу рота командирі майор
147 сарбаз әскери қабылдады. 3-ші рота командирі майор Айманбет. Еркін тұр! Еркін тұр! Қапқа тұр! Қап болады. Оқу пункті! Зүр! Тік тұр! Азар! Ортаға! Полковник мырза, 55-1 әскери бөлімнің оқу пунктінің жеке құрамы 442 сарбазы әскери ант қабылдады. Оқу пунктінің бастығы майор Зарипов. Жас сарбаздарды әскери ант қабылдауыменен құттықтаймын. Еркін тұр. Құттықтау сөзі 55-71 әскери бөлім командирі полковник Есжанов Баянғали Абдуғаниұлына беріледі. Құрметті офицерлер, сержанттар және сарбаздар. Бүгін біз әскери бөлімге салтанатты күн, яғни жас сарбаздар ант қабылдау рәсімін өткіздік. Сіздер біздің әскери ұжымның тең қатарына түстіңіздер. Әскери қызмет Қазақстан Республикасы әрбір азаматының құрметті міндеті болып табылады. Мемлекеттік қызметтің маңызды түрі әскери борышты орындаумен байланысты. Сіздер, жас оқытушылар, сапта тұрып жолдастарыңыз, командирлеріңіздің алдында қолдарыңыздағы қару ала отырып, Қазақстан Республикасының халқы мен президентіне адал қызмет етуге салтанатты түрде ант бердіңіздер. Бүгіннен бастап сіздердің әскери жолдағы ойларыңыз адал болуы керек. Қазақстанның ұлттық ұландарының абыройын арттыруға өздеріңіздің үлестеріңізді қосыңыздар. Отанымыздың нағыз ұлдары болыңыздар. Отандастар алдында әскери қызметшінің дәрежесін арттырар және үлгілі қызмет етіңдер. Сендер әскери міндетті мүлтіксіз орындауының үлгісі болатындарыңа отан қорғаушысы атағын абыроймен өтеулеріңе сенімдімін. Келесі сөз кезегі Маңғыстау облысы Ақтау қаласынан шақырылған 2-ші оқу ротасы 4-ші взвод 1-ші бөлімшесінің жас жауынгері қатардағы Абдулла Мейрамбек Жеңісұлына беріледі. Бармысыздар аса құрметті мәртебе және де ардагерлер, офицерлер мен сержанттар,
және құрметті қонақтар, міне бүгін көз ашып жұмғанша әскердегі 30 күнді артқа тастап, салтанатты түрде әскери ант қабылдау мәртебесіне де келіп жеттік. Біз үшін Қазақстан Республикасының 29 жыл толуымен және әскери антты қабылдап, ұлттық ұлан сарбаздарының қатарына қосылу үлкен қуаныш, мәртебе. Мен қатардағы Абдулла Мейрамбек Жеңісұлы ұлттық ұланның 55-71 әскери бөліміне отан алдындағы қасиетті борышын өтеуге келгеніме шын жүректен қуаныштымын. Құрметті генерал мырзалар және де ардагерлер, офицерлер мен сержанттар және құрметті қонақтар, біз жас жауынгерлер бір жұдырықтай жұмылып, жауынгерлік жанұядай ұйысқан ұлттық ұлан елі мен халқына қорған атты ұранмен әскери борышымызды адал атқарамыз және сіздердің үміттеріңізді ақтап, әскери бөлімнің жауынгерлік туын биікте желбіретеміз. Құрметті сарбаздар, қарулас жолдастар, ұлы қолбасшымыз Бауыржан Момышұлы атамыздың алтын сөздерінің бірі: тәртіпсіз ел болмас, тәртіпке бас иген құл болмас деген. Сондықтан біз темірдей берік әскери тәртіпті бұзбай, үлгілі сарбаз, ержүрек жауынгер, жас ұрпақ, жас жауынгер, мына үміт артып отқан қазақ жұртының сенімін ақтап, берген антымызға адал болып, отан алдында қасиетті борышымызды адал атқарып, ұлым, балам, інім, ағатайым деп күтіп отырған жақындарымызға, ағайын туысқа аман есен абыроймен оралуға тілектеспін. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Слово для выступления предоставляется солдату-стрелку 3-го отделения 1-го взвода 1-й учебной роты рядовому Петрову Антону Анатольевичу, призванному из Павлодарской области, города Экибастуз. Здравствуйте, многоуважаемые господа, а также генералы, офицеры, сержанты и уважаемые гости. Мгновение ока пронеслись первых 35 дней нашей службы. И для нас большая честь торжественно принять военную присягу. Мы рады и горды тем, что принимаем присягу именно в канун 29-летия Национальной гвардии Республики Казахстан. Я, рядовой Петров Антон Анатольевич, военнослужащий воинской части 5571 Национальной гвардии. Для меня будет честью выполнить свой священный долг перед Родиной именно здесь. Я безмерно рад этому. Многоуважаемые господа, генералы, ветераны, офицеры, сержанты и уважаемые гости, мы, воины, должны быть едины и с громким девизом «Национальная гвардия – единая боевая семья». За нами народ, за нами страна. Идти вперед и поднимать боевое знамя воинской части все выше и выше. Уважаемые солдаты, сослуживцы, одно из золотых слов нашего президента Республики Казахстан, Верховного главнокомандующего Токаева Касым-Жомарта Кемелевича, мы дети народа, для которого честь всегда была превыше всего. Так что мы должны быть тверды, как сталь, быть примерными солдатами, быть храбрыми, примером для молодого поколения и гордостью для офицеров и сержантов, оправдать все ожидания нашего народа и быть верны нашей военной присяге. Мы должны выполнить свой священный долг перед Родиной и вернуться домой, ведь дома нас ожидают наши родные, отцы, матери, братья, сестры и друзья. Спасибо за ваше пристальное внимание. Утобе, Запкатор. Адам, бас! Оқу пункті жүл! Тік тұр! Мен қазақпын атты өлеңін айту үшін орындадым!
Сапқа тұр. Ту взводы. Алға. Зел! Ту астына сектор! Назар солға! Адам бас! Еркін тұр. Осыменен әскери ант қабылдау рәсімі салтанатты бөлімі аяқталды. Қазіргі уақытта оқу пунктінің бастығы, рота командирлері жеке құрамының қару-жарағын тапсырып, уақытымен белгіленген іс-шараларға ары қарай кірісті. Оқу пунктінің бастығы жеке құрам сіздің бұйрығыңыз бойынша. Оқу пункті тік тұр! Еркін тұр! Еркін тұр! Және де сіздердің назарларыңызға біздің әскери оркестрдің дайындаған әні менен өлеңдері бар. Соны құрметті көрермендер назар алып қарсы алыңыздар. Құрметтеріңізге рахмет. Құрметті ата-аналар, мына біздің 55-71 әскери бөлімінің оркестрі. Қазір назарларыңызға осы оркестрдің дайындаған жақсы бір күшті бейне таспасын тамаша қылыңыздар. Ойлайтайыншы, мен тұрған жерге.
Құрметті ата-аналар, осыменен біздің бірде 2020 шақырылым сарбаздары Алматы қаласында орналасқан ұлттық ұланның 55-71 әскери бөлім сарбаздарының әскери ант қабылдау шарасы соңына жетті. Барша ата-аналарды осы
тікелей эфирімізді көріп отырған балдарыңызды әскери ант қабылдаған мені құттықтаймыз. Және де қазір мынау тікелей эфирді көріп үлгермеген ата-аналарымызға айта кететін жай, кешегі жіберген жарнамамыздың ішінде 55-те 71 әскери бөлімі атты әскери бөлімнің YouTube желісінде өзінің жеке каналы бар. Сол каналдың ішіне бүкіл взводтарды, жеке құрамның түсірілген әскери анттарын кешке дейін жүктейтін боламыз. Назарларыңызға рахмет, баршаңызға қош сау болыңыздар.